Сәлем, MC07. Бүгін біз школьные лайфхаки түсіреміз. Ол бірінші лайфхак, ол тестқа дайындалмасаң, оқымасаң, онда саған маска көмектейді. Негізі ақ маска алған дұрыс, өйткені ақ маска жақсы көмектейді. Оның ішіне формула жазамыз. Алгебра или қазақ тілі. Не знаю. Мысалы, математикаға кірдің, тестқа дайын емессің. Соны ответтерді мынаның ішінде жазасың да, өзің кіресің. Осы масканы киямын, вообще. И потом тест ортасында шешесіңдер, өзің осы жерден оқисың. Мысалы, олай. Подпишись на канал. Нет. Ал екінші лайфхак тура осындай, бірақ басқаша болып істейді. Біріншісі, мысалы тестқа дайындалмасақ бағанағыдай алгебра сияқты. Сызғыштың артына жазып алып, оны өтіріктен былай сызып отырғандай болып, жерден бәрін көшіріп алса болады. Ол үлкен лайфхак, өйткені 100% тапсырып саласыздар. Өйткені оны апа келе жатса, аударып саласың да өтірісіп келесің. Қолданған бұны. Если сен сабаққа барып қызықпайтын сабағыңда жалғатын болсаң, онда саған мынау дайын. Оны мысалы бұлай болса болады. Қызық емес сабақта өстіп сабақ қойып ойнау керек. Бірақ не переборщите, потому что на дауыс вообще худший бар. Лучше осындай жерлерде тынышталу. Мысалы мынандай вот. Егер лайфхактар ұнаса, подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңдар. Қоштаспай тұрып бір айтарым бар. Осы роликті қанша лайк жиналса, мен сонша рет отжимание істеймін. Маған қиын қылу үшін өздерің лайк баса беріңдер. Давай.